Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші сыныптың жаратылыстану пәнінен мөлдір денелер мен материалдар тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаттары: кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу, бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілей білу, бағалау критерийлері. Кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін білу үшін зерттеу жүргізеді. Бақылау нәтижелерін шартты белгілердің көмегімен белгілеуді біледі. Бүгінгі сабақта балалар бір-бірімізді тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз, тапқырлығымызды көрсетеміз, сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты тірек сөз. Бұл материал сөзі. Материал дегеніміз өнімді дайындау және өндіріске қызмет көрсету үшін көбінесе еңбек заты ретінде пайдаланылатын әртүрлі заттай элементтер. Мына слайдтағы суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс, бұл полиэтилен. Екінші суретте, дұрыс айтасыңдар, әйнек. Үшінші суретте су. Төртінші суретте пластик. Бұл заттар мөлдір денелер мен материалдар деп аталады. Айналаны жақсы бақылау үшін кейбір нысандарды мөлдір материалдардан салады. Мысалы, расатхананың төбесі, аквариум-террариумдардың қабырғалары, кейде ғимараттың төбесін бір қабырғасын, бөлме араларындағы қалқаларды, сән үшін немесе күн сәулесі мол түсу үшін мөлдір материалдардан жасайды. Есте сақтаймыз: әйнек, хрусталь, полиэтилен, түссіз пластик, таза су және тағы да басқа материалдар мөлдір болады, әрі олар жарық өткізеді. Мына слайдтағы суреттерге назар аударамыз. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс, бұл океанариум. Екінші суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс, бұл жылыжай. Ал енді балалар, осы суреттер бойынша сендерге мынандай сұрақтар қойылады. Фотосуреттерді сипатта. Не бейнеленген? Нысандарды салған кезде қандай материалдар пайдаланылған? Жылыжайдың мөлдір болуы неліктен маңызды? Океанариум қабырғалары неге әйнектен жасалады? Басқа қандай ғимараттарды салған кезде жарықты жақсы өткізетін материалдарды пайдаланады? Ойланып көреміз. Слайдтағы тапсырма. Бірінші тапсырма: орналастыр. Реті бойынша заттарды орналастырамыз. Суреттегі заттарға қараймыз. Олардың ең мөлдірінен бастап, мөлдір емесіне дейін ретімен атап шығамыз. Неліктен осы ретпен атағаныңды түсіндіреміз. Әр зат қандай материалдан жасалған? Дескриптор. Суреттегі бейнеленген заттарға назар аударады. Заттардың ең мөлдірін, мөлдір емесін атайды. Қалыптастырушы бағалау, бас бармақ. Екінші тапсырма: зертте. Мөлдір заттарды қандай материалдан жасайды, ал мөлдір емес затты қандай материалдардан жасайтынын анықтап зерттейміз. Екінші тапсырманың дескрипторы заттардың материалын ажыратады, мөлдір заттарды қандай материалдан көруге болатынын біледі. Қалыптастырушы бағалау, бас бармақ.
Ал балалар, енді келесі тапсырма. Бұл қызықты тапсырма. Ғажайып үйшіктер мәтіні бойынша сендер сұрақтарға жауап беруге дайындалыңдар. Құндыз, аю, қоян үшеуі өздеріне үйшік тұрғызыпты. Құндыз үйін мұздан, аю ағаштан, қоян шыныдан салыпты. Сұрақтарға толық жауап беруге тырысамыз. Бірінші сұрақ: қай аңның үйшігі жарығырақ? Неліктен? Қай аңның үйшігінің қабырғалары жарықты жақсы өткізеді? Неліктен? Үшінші сұрақ: қай аңның үйшігінен маңайдағы заттар анық көрінеді? Дәлелде. Төртінші сұрақ: қай аңның үйшігіне жасырынуға болады? Неліктен? Балалар, бүгінгі сабақ бойынша мына сұрақтарға жауап береміз. Қандай материалдар жарық өткізеді? Мөлдір дене деп нені айтамыз? Материал дегеніміз не? Бұл сабақ бойынша кері байланыс бас бармақ арқылы жүзеге асады. Сабақты жақсы түсініп сұрақтарға жауап берген болсаң, өте жақсы. Ал енді кішкене де болса қиындықтар туындауда десеңіз, жақсы. Ал түсінбей отырмын деп айтатын болсаңыздар, онда орташа. Енді балалар, үйге тапсырма. Кестемен жұмыс. Мына кестедегі көрсетілген зат, материал, мөлдір немесе мөлдір емес заттарды бос ұяшықтарға жазамыз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.